Саламатсыздарма? Бүгін біз меренга жасайтын боламыз. Ол екінші атымен зефир деп аталады. Жұмыртқаның ақ уызын ажыратып, және де водяной мынадай баняға қойып, біз миксерлейтін боламыз. Құм шекерді салып, біраз миксерлейміз, және де лимонный кислота қосатын боламыз. Содан кейін бөлек ыдыстарға салып, қалаған түстеріңізге боясаңыздар болады. Мен 4 түске боядым, және де радуга жасап декорлар қылғым келіп тұр. Торттың бетіне декор болмаса, қатырып балдарыңызға конфет ретінде берсеңіздер болады, тәтті ретінде. Мұны осылай таяққа қойып, қалаған формочка қылсаңыздар болады. Майда, үлкен, кіші, өзіңіз қалауыңызбен. Мінекей осындай болып шығады. Қалаған түрде, қалаған форма, үлкендігін өзіңіз қалауыңызша жасасаңыз болады. Духовкаға 60-70 градуста 1-1,5 сағатқа қоятын боласыздар. Жай ысып тұру керек. Болмаса, үй температурасында, комнатный температурада кешке жасап қойсаңыздар, таңға дейін қойып қоясыздар, және де өзі жайлап құрғап қата бастайды. Егер де мен рецептім сізге пайдалы болған болса, класс басып, және де тіркеле кетіңіздер, жаңа рецепттермен бөлісе отыратын боламын. Сау болыңыздар.